Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Мен бүгін сіздерменен екінші сабағымды бастағалы отырмын. Бүгінгі сабағым 10-шы сынып жаратылыстану математикалық бағыты бойынша қазақ тілі пәніне арналады. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз таңғажайып сәулет өнері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіндердегі мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдай біледі, терминдерді қатыстырып сөйлемдер құрайды, ежелгі және заманауи ғимараттарды салыстырады, тілдік құралдарды орынды қолданып, жинақы мәтін және мақала жазады. Бағалау критерийі: мәтіндердегі мақала мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдайды. Оқушылар мән беріңіздер, тыңдаған, оқыған мәтіндерде қандай терминдер кездеседі, осыған көңіл бөліңіздер. Терминдерді қатыстырып сөйлемдер құрайды, ежелгі және заманауи ғимараттарды салыстырады, тілдік құралдарды орынды қолданып, жинақы мәтін және мақала жазады. Тілдік құралдарды орынды қолданып деп тұр. Олай болса, біздің бүгінгі қосымшадағы қосып алып өтетін тақырыбымыз тілдік норма дегеніміз не? Осыған біз түсінік беріп өтуіміз керек, осыны білуіміз керек. Тілдік норма дегеніміз тілдік таңбалардың, тілдік амал тәсілдердің бір ізділігі мен реттілігі. Әдеби тілдің заңдастырылған нормасы, сөзді дұрыс қолданудың, грамматикалық амал тәсілдерді дұрыс пайдаланудың көпшілік таныған тіл тәжірибесіне сыннан өткен қағидалары. Тілдік норма әдеби тіл туралы ұғымның маңызды заңдылығы. Бұлай айтқанда, оқушылар, әдеби тілдің заңдастырылған нормасы дегеніміз біз бен сіз сөзді дұрыс қолдану, грамматикалық амал тәсілдерді дұрыс пайдалану, немесе сөзге жұрнақтарды дұрыс жалғап, сөйлем мен сөйлемді дұрыс орынды құрастырып, сөйлемдерді орынды қолдану. Осылардың бәрі біздің тілдік норманы дұрыс қолдану болып есептеледі. Олай болса, қазір сіздермен бірге бірінші тапсырманы орындап өтейін. Жаңағы ережелер мұқият естеріңізде қалды ғой деп ойлаймын. Өздерінің оқулықтарыңызда да бар, қайталап оқып өтсеңіздер болады. Бірінші тапсырма: сәулет өнері туралы не білесіздер? Оқушылар, сіздер сәулет өнері дегеніміз не? Ол жайлы не білесіздер? Осы сұраққа жауап бере отырыңыздар. Сәулет өнерінің құндылығы неде? Не себепті адам үшін сәулет өнерінің құндылығы бар, маңызды деп ойлайсыздар? Сәулет өнері ескерткіштері тарихтан қандай сыр шертеді? Немесе осы сәулет өнеріне қарай отырып, тарихпен байланыстыруды бола ма байланыстыруға? Осы сұраққа жауаптарыңызды комментарийға жазсаңыздар болады. Сұраққа жауап берсеңіздер, әрі қарай екінші қадамымызды бастайық. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз сәулет өнері жайлы, солай ма? Шаршылардағы сабақ тақырыбына сәйкес түйінді сөздерді белгілейміз. Мынау шаршылардағы қандай түйінді сөз, қай түйінді сөз бүгінгі біздің сабақ тақырыбымызға сәйкес келеді? Меніңше кесене, күмбез, ғимарат, сәулетші, архитектуралар бүгінгі сабақ тақырыптарымызға сәйкес келетін сөздерде ғой, түйінді сөздерде ойлайсыздар ма? Мұны да жазып, мені комментарийіме қалдырсаңыздар болады. Енді біз келесі тыңдалым несін өтпей тұрып, қадам баспай тұрып, мұна дескрипторға көңіл бөлуіңізді өтінемін оқушылар. Мынау не бойынша? Қазір Білім Ұлан порталынан видеороликті тамашалаған кезде сіздер мынаған мұқият болыңыздар. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Сәулет өнері жайды есте сақтап қалыңыздар. Қандай терминдер бар, осыған көңіл бөліңіздер. Одан кейін негізгі ақпарат. Осы көріп немесе тамашалап тыңдап отырған белгілі бір мәтінде негізгі ақпараттар не жайында? Осыған көңіл бөле отырыңыздар. Олай болса, Білім Ұлан порталынан тыңдалымды, көрілім мен тыңдалым бастайық.
Сіз ойланып көрдіңіз бе? Әлемде қанша ғажайып ғимарат бар. Айналмалы зәулім үйлер, төңкерілген үйлер, жануарларға ұқсайтын құрылыстар, ескі ұшақтардан жасалған қонақ үйлер, текше үйлер, үйлер ұшатын табақтар, кітаптар, себеттер. Ал мына бір үйде ешкім қиратқан жоқ, ол басынан сондай. Сәулетшілердің қиялында шек жоқ. Алғашқы адамдарда өздерін суықтан, жаңбыр немесе қардан қорғайтын үйлер салуға талпынған. Біртіндеп құрылыс күрделене түсті. Адам табиғи материалдарды, тастарды, құм немесе ағашты тек қолдануды ғана үйренген жоқ. Кірпіш пен тақта тастарды өзі шығара бастады. Сәулетшіліктің дамуы алғашқы қалалардың пайда болуына ықпал етті. Өте ертеден келе жатқан көптеген ғимараттар бүгінде өзінің кереметтілігін жойған жоқ. Мысалы, Ұлы Мысыр пирамидалары. Тарихшылар күні бүгінге дейін шешімін таппаған даулы мәселелер. Бұл алып құрылыс қалай салынды? Шөл далаға тақта тастарды қалай жеткізді? Тонналаған құрылымдар жоғарыға қалай көтерілді? Және осы ең ғажайып сәулетшілік ескерткіші 1000 жыл бойы қалай тұр? Сәулетшілік дамуындағы қуатты серпін антикалық кездерде біздің эрамызға дейін 8 ғасырда орын алды. Кейінде барлық сәулетшілік өкілдері белгілі бір дәрежеде антикалыққа бой ұра бастады. Тіпті оның ерекшеліктерін еліктеу үлгісі ретінде қолданды. Антикалық сәулет өнері бұл бағандары, доғалары бар құдайлардың мүсіндерімен немесе мифологиялық көріністермен безендірілген ірі монументті ғимарат. Қазір сәулет өнерінде мынандай стильдер бар. Романдық стиль 9 ғасырда Еуропада пайда болды. Соғыстан көз ашпайтын адамдар қамалдарға ұқсас, мықты және берік ғимараттар салуға мәжбүр болды. Терезелері шағын, атыс ойығы тәрізді. Көптеген монастырлар, шіркеулер, қамалдар осы романдық стильде салынды. Готикалық стиль романдықтың орнына 12 ғасырда келді. Готика көбінесе храмдардың сәулетшілігінде бой көрсетеді. Оған доғалар, тар әрі биік мұнаралар тән, әртүрлі бөлшектері көп, түрлі түсті терезе, витраждар. Готикалық ғимараттың барлық элементтері жоғары бағытталған. 15 ғасыр қайта өрлеу сәулетшілігі. Бір жағынан ол антикалық дәстүрлерге қайта оралу, екінші жағынан жаңа техникалар мен құрылыс материалдарының пайда болуы. Бұған ғылымның дамуы да ықпал етті. Қайта өрлеу сәулетшілігі бұл бағандар, күмбездер, сызықтар дәлдігі мен түзулігі көбінесе симметрия. Ары қарай оның дамуы жаңа барокко стиліне негіз болады. Салтанатты пішіндер, алып өлшемдер. Барокко бұл енді жалғыз құрылыс емес, қаптаған мүсіндері, гравюралары, алуан түрлі бөлшектері бар тұтас кешендер. Оның бәрі ортақ идеямен біріккен. 17 ғасыр классицизм. Сәулетшілер қайтадан антикалық канондарға оралады. Дұрыс сызықтар, пішіндер айқын, бірақ ұсақ түйектер, ұсақ декорациялық бөлшектер аз. Оның аясында 19 ғасырда пайда болған модерн батыл да өжет көрінеді. Испанияның Барселона қаласындағы сәулетші Антонио Гауди тұрғызған үйлер ең әйгілілері болып табылады. Модерннің басты ерекшеліктері мынада: ғимараттар адами емес, табиғи құрылыс тәрізді, қоршаған ортаға кірігіп кетуі керек. 20 ғасырда сәулет өнерінде құндылық басым болды. Ғимарат ең алдымен функционалды болуы тиіс. Сәулетшілер ең заманауи деген материалдарды қолдануға ұмтылды. Әшекейлендіруге құмарлық сезілмеді. Ішкі кеңістігі қалай салынғанына, оның қолайлылығына баса мән берілді. Бұл кезде модернизм және кейбір сырт ерекшеліктері бар конструктивизм секілді бағыттар болды. Ал өткен ғасырдағы 70 жылдардың соңында хай-тек пайда болды. Ғимараттар бейне бір ғылыми қиял беткерінен түскендей. Сәулетшілерді адамзаттың ғарыштық жетістіктері әсерлендірді. Ол кезде адамдар орбитада болған, тіпті айда да қонған еді. Хай-тек ол болашақтың қаласы, шыныдан және металдан салынған қала. Хай-тек стилінде Астанада бірегей ғимараттар тұрғызылды. Пирамида тәрізді салынған бейбітшілік және келісім сарайы, Абу-Даби плаза кешені және 88 қабатты мұнарасы, аумағы футбол алаңындай болатын қонақ үй және қысқы бақ. Онда тіпті қыста да жылы және кез келген жыл мезгілінде жасыл желек арасында қыдыруға болады. Бәйтерек монументі Астанамыздың символы. 97 метрлік биіктікте шыныдан жасалған диаметрі 22 метр алып шар орнатылған. Ол күн сәулесінің түсуіне қарай түсін өзгертіп тұрады. Астанамызда заманауи зәулім үйлер,
Субұрқақтар, көпірлер және дәстүрлі азиялық сәулет өзара үйлесім тапқан. Қала салушылар осы бір қайталанбас сәулет әуенін туғызды. Өйткені сәулет өнері бұл жай ғана үй салу емес, ол таста қатып қалған әуен. Міне, қымбатты оқушылар, сіздер Білім-Алат порталынан сәулет өнері жайында тамашаладыңыздар. Енді мана мен сіздерге тапсырма барысында айтқанмын, мәтін тыңдалған мәтіндеріңіз не жайлы? Дұрыс, сәулет өнері жайында, сол сәулет өнерінің ғасырма-ғасыр дамуы жайында. Солай ма? Ал негізгі ақпараттар не деп ойлайсыздар? Негізгі ақпарат сәулет өнерінің тарихы. Ал қосымша ақпараттар сол әр ғасырда қандай сәулет өнерді неге келгені, оның қалаға қандай сән бергендігі, тіпті соңғы жылдардағы мынау астанамыздың гүлденуінде қандай стильде жасалып жатқандығы, осылардың бәрі қосымша ақпарат. Естеріңде қалды ма мәтін жайында түгел нелер, мәліметтер? Олай болса, терминдер, қандай ұғымдар естеріңізде қалды? Мысалы, менің есімде романдық стиль, готикалық стиль, аналитикалық, антикалық мәдениет, романдық стиль, хай-тек стилі дегендер есімде қалды. Ал сіздер де жаңағы бір түртіп алып, қазір жазу тапсырмасын орындаған кезде осы тыңдаған дүниелерді естеріңізге мұқият сақтап отырыңыздар. Енді манағы біз ережені қолдана отырып, немесе сөздерді дұрыс қолданудың грамматикалық тәсілін, жаңағы амал тәсілін қолдана отырып, бір жинақы мәтін жазайық. Олай болса, келесі 3-ші тапсырмамыз біздің жинақы мәтін жазу. Көрген, жаңағы тыңдаған, сәулет өнер жайындағы естерінде қалған ұғымдар мен терминдерді қолдана отырып, пайдаланып, грамматикалық амал тәсілдерді дұрыс пайдаланып, жинақы мәтін жазасыздар. Енді сіздер жазған кездеріңізде жинақы мәтіннің қалай жазылатынын білесіздер. Бұл ұзақ мәтіннен қысқа, шағын мәтін шығару, немесе сәулет өнер жайында қамту, әрі қарай қажетті ақпараттарды түртіп алып, жинақы мәтін жазу. Негізі жинақы мәтін жазудың ережесі осылай, жолдастар. Олай болса, тағы да сіздердің естеріңізде қалғаны астанамыздың хай-тек стилінде гүлденіп жатқандығы. Хай-тек стилі дегеніміз шыныменен металды араластыра отырып, сәнге келтіріп, сәулет өнерін жасау. Қымбатты оқушылар, сіздер де болашақта осындай сәулет өнерін дамытуды ойлап жүрсеңіздер, егеменді елімізге, Қазақстан жеріне, елімізге керемет бір сәулет өнерін туындысын жасайсыздар, дамытасыздар деп ойлаймын. Осыларды мақсатқа ала отырып, тамаша бір жинақы мәтін сіздерден шығады деп ойлаймын. Маған осы жинақы жазған мәтіндеріңізді қазақ тілі 10-шы сынып классрумда тіркеліп тұрмыз. Осы жинақы мәтінді жіберулеріңізге болады. Сонымен бірге оқушылар, сіздерге үй тапсырмасын бергелі отыр. Үй тапсырмасы сіздердің оқулықтарыңыздағы 119-шы парақтағы 6-шы тапсырма. Енді 6-шы тапсырмада ежелгі және заманауи ғимараттарды салыстырып, шағын мақала жазсаңыздар болады. Салыстырып жазған кезде дамыту жолы сіздер қалай ойлайсыздар, қалай дамытса болады деген пікірге де өз көзқарастарыңызды, пікіріңізді қоса жазып, жаңағы әдеби тілдің заңды нормаларын, грамматикалық амал тәсілдерді дұрыс пайдаланып, кереметтей сіздерден мақала күтемін. Сонымен бірге 5-ші тапсырма оқылымға беремін. Оқылым тапсырмасында сол әдеби тіл грамматикалық нормасын қалай қолданған, осыны салыстырып, аудио нұсқасында маған жіберсеңіздер болады. Қай нұсқасы дұрыс, қайсысын қалай оқыған дұрыс деген секілді. Келесі сағатта кездескенше қош сау болып тұрыңыздар. Осыны классрумға қазір сіздерге жүктеп жіберемін.